Сәлем достар, бүгін біз балды коржиктар дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз сұйық ингредиентімізді дайындап аламыз. Жұмыртқамызбен шекерімізді және балымызды қосып, жақсылап шекері ерігенше араластырып дайындап қоямыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, араластырып, үстінен маргаринімізді теркадан өткізіп, қолымызбен уатамыз. Бізде песочный қамыр пайда болу керек. Екі массамызды қосып, жақсылап қамыр елейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болады. Қамырымызды көз мөлшермен қолымызға алып, домалақтап, үстінен жай ғана басып қоямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің оп-оңай балды корждарымыз дайын. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.